Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай тез тоқылатын шұлық түрін үйренетін боламыз. Бұл шұлықты тіпті крючокты қолына бірінші ұстап тұрған қыз-келіншектер де тоқи алады. Мастер-класты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені менің каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар. Бір кереңізге жарап қалуы мүмкін. Шұлық тоқу үшін мен осындай екі түсті жіп алдым. Менде жасыл түс Пехорка фирмасының летняя деген жібі 100 граммда 450 метр. Және қара жіп Картопу фирмасының кристалл деген жібі 2 қабатталған жіп. Бұл да 100 граммда 450 метр. Крючок номері 3-ші номерді алдым, бірақ бұл метражға 2-2,5 алса да болады, бірақ мен бостау етіп тоқимын. Бірінші қатарымызды бастаймыз. Ең алдымен біз аяқ өлшемімізге сай табан ұзындығына сәйкес етіп ауа ілмегін тоқып аламыз. Менде 44 ауа ілмегі болды. Бұл менде шамамен 32-33 аяқ өлшемі. Сіздерде басқа болуы мүмкін, аяқ өлшеміне қарай жіпке байланысты. Менде 44 ауа ілмегі болды. Енді осы біздің ауа ілмегіне тағы да 2 ауа ілмегін қосамыз. Міне 1 және 2-ші. Жіпті іліп аламыз крючокқа. Крючоктан санағанда 3-ші ауа ілмегіне тоқимыз. 1-ші, 2-ші, міне 3-шісіне өткіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Осылай өткізіп аламыз. Бұл бізде жартылай накидті столбик болып саналады. Келесіне осындай әдіспен соңына 10 ауа ілмегі қалғанша дейін тоқимыз. Міне 10-ші столбикке келді, мен белгілеп қойдым. Енді осы жерде біз накидсіз жай ғана столбиктер тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Осындай болды. Енді кері қарай айналдырамыз. Бір ауа ілмегі. Мына жағынан біз бір ауа ілмегін ғана аламыз. Қатардың басында мынау жартылай столбик тоқыған жерлерден 2 ауа ілмегін көтереміз. Енді мынау біздің ілмектің өрім деп айтсақ, соның мына шет жағындағы, сізден алыс жағындағы жарты бөлігіне тоқимыз. Осылай. Міне 10 столбикке тоқып болдық. Енді жартылай столбикті бұны да осылай жарты бөлігіне тоқимыз. Мынау біздің өрімнің ортасынан өткіземіз да осылай іліп аламыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. Міне қатарды аяқтадым, мұқият санап отырыңыздар. Мына барлығы саны менде 44 болса, барлық қатарда 44 столбик болу керек. Біреу кем немесе артық болмасын. Енді осы жерде мен келесі қатарды қара түспен тоқитын болғандықтан, мына соңғы столбикті мен қара түспен аяқтаймын. Міне қара жібіміз. Егер сіздер әртүрлі түспен тоқитын болсаңыздар, әр қатарда осылай өзгертіп отырасыздар. Айналдырамыз. 2 ауа ілмегі, 1, 2. Жіпті ілеміз. Осы жерге. Мынау бізде саналмайды бұл жерде. Осы жерге тағы да жартылай столбик. Бұл жерде еш қиындығы жоқ, тек осы әдісті қайталап өзімізге керекті биіктікке дейін тоқимыз. Осы жерге дейін жартылай столбик және әрі қарай столбик тоқитын боламыз. Міне қара жіппен қатарымызды аяқтадық. Енді жасыл жібімізге көшеміз қайтадан. Бұл қатарда біз былайынан бұрмаймыз. Осы мына жасыл жібіміздің тоқтаған жерінен жалғастырамыз. Бірінші ілмектен өткіземіз. 2 ауа ілмегі, 1, 2. Және осы жерге де мына ілмектің жарты бөлігіне тоқимыз. Мына қап-қара жіп болғандықтан көрінбейді. Осы әдіспен өзімізге керекті жалпақтықта тоқимыз. Яғни біздің мына тобықтан тобыққа дейінгі өлшемді мынаны осы жерге дейін тоқимыз, осындай көлемде. Міне бізде осындай негіз пайда болды.
өте созылмалы. Осыдан біз енді шұлық құрастырамыз. Осылайынан. Мына жеріне өкшесін қосамыз және алдыңғы бөлігін тігеміз. Ол үшін міне алдынан осылай белгілеп алдым. Осылай тігіп шығамыз. Үстіңгі бөлігін бітірдік. Енді башпай жағын формасын келтіреміз. Осылай тура ортасына тігісті келтіреміз да. Осылай бүктейміз. Үлкен тігістермен бір шетіне қарай өтіп аламыз бірінші. Енді кері қарай, мына бетіне қарай тігеміз. Мындай жіптің қалдықтарын осылай тігістің арасына салып жіберіңіздер, сол кезде білінбей кетеді. Осылай соңына дейін тігеміз және өкшесінде осылай тігіп шығамыз. Міне бізде шұлықтар пайда болды. Өте оңай, тез тоқылады. Мастер-класс ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.